Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Сіздермен бірге өзгенің өмірі. Менің әңгімелерім ұнап жатса, сіздерден қолдау күтемін. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Шаңды ауылда өскен қыз едім. Анам қаланың ақсаусақ, жұмыртқадай әппақ қызы болған. Әкем ауылдың қарапайым, малшының баласы. Қалаға келіп кетіп жүрген әкем анама ғашық болып, алғашқы танысқанда алып қашыпты. Қалмасқа амал жоқ анам, келіндік өмірге көндіккенімен айдалада мал бағуға үйренісе алмай, мені туғанша амалсыз шыдаған екен. Негізгі ең ащы шындық, мен әкем деп отырған адам туған әкем емес. Анам кіммен екені белгісіз 4 айлық жүкті болып келген. Мені 5 айдан соң босанған. Ойлап отырған шығарсыздар, өгей әкеден қорлық көреді деп. Бірақ олай емес. Мал екеш малда өз төлін тастамайды. Алайда мені туған анам, мені туа сала роддомға тастап қашып кеткен көкек ана. Мені жетімдер үйіне өткізуге өтініште жазған екен. Шырылдап өмірге келген маған, омырау сүтінде қимаған сорлана. Қалай ғана жүрегі шыдады екен. Тастанды мені мейірбикелер әр анаға жалынып, әйтеуір 3 күнімде омырау сүтін емген тастанды мені өгей әкем келіп алыпты. Өгей болса да еш уақытта өгейлігін көрсеткен емес. Мені туған қызы деп қабылдап, мен үшін өз әке-шешесіне қарсы шыққан ең батыл әке дер едім. Кейде ойлаймын, неге мейірімді, жаны таза адамдар өмірде көптеген әділетсіздікке ұшырайды. Ата-әжем өте қатал жандар. Қолында 3 келіні бар. Барлығын уысында ұстайды. Мені байғұс әкем ешкімге бермей өзі мәпелеп өсірді. Шырылдап жыласам, түн ұйқысын 4 бөліп, келіндеріне мені еміздіріп алады екен. Менен 6 айға үлкен інісінің қызы бар. Соның әйелі әкеме келін болады. Келін шырақ, айналайын, жақсылың Алладан қайтсын. Аконайымды тойдырып берші деп, жанарын түрмен салып, ұялып келіп тұрады екен. Жеңгемнің де адамгершілігі мол. Менің екінші анам десем де болады. 1 жасқа дейін өз қызымен қосып емізген сүт анам. Ата-әжем еш уақытта мені өз немересіндей мүлдем қабылдамады. Өте суық қарайтын. Басқа балаларға құшақтарын жайып, маған, сен жетімек, ұлымның бар өмірін құрттың. Ұлым сенің кесірінен ұрпақсыз өтетін болды-ау деп, әжем қарғайтыны есімде. Сол сөзді естіген сайын, бала болсам да өңешіме ащы өксік тіреліп, жылауға дейін барамын. Жыласам, әжем шымшып денемді көгертіп тастайды. Мені бұл үйде тек әкем ғана қорғайды. Жақсы көретін нағыз әкелердің әкесі. Көп аса әжемнен ғана таяқ жеймін. Әкем кешке дейін мал бағады. Әжемнің мені не үшін жек көретінін айтайын. Анамды қатты сүйген болу керек. Әйтеуір әкем ешкіммен бас қоспады. Әжем болса күнде мені жейтін. Әй, сорлау, бір қатын үшін өмір бойы сүр бойдақ болып өтесің бе? Мына жетімнің көзін құрт деп саған қашанға қақсаймын. Шертіп тұрып таңдап, бір қызбен бас қос, ұрпақ қалдыр артыңа. Ана қатының әлде қашан байға тиіп алды. Сен жүрсің оның жетімегін адам қыламын деп. Сорлау, ертең өзің сорлап қаласың ғой. Бұл да ертең байға тиіп, сопа басың сопайып, жағыз қаласың деп әжем күйінеді. Я, әжемдікі де дұрыс. Баласының бақытын ойлап тұр ғой. Бірақ әкеме ол нәрсе керек емес сияқты. Өте сабырлы жүзбен, апа, менің жан дегенде жалғыз қызым бар. Осы қызымдай ешкімнен кем қылмай өсірсем, сол да жетеді маған. Айта бермекші, қызымды жетім деп. Оның әкесі менмін. Мен тұрсам, қызымды жылатпаймын деп мені құшағына алатын. Жалғыз басты әкемнің мені қалай баққанын, әке мейіріміне бөлегенін айта берсем шексіз. Әкемнің алдында бас иемін. Мені барынша жылаттырмауға тырысады. Алғаш мектеп табалдырығын аттағанды өзі қолымнан жетектеп ұстазыма, қызым сабақ оқи алмаса, ұрмаңыздаршы. Өзі қаласа оқысын, қаламаса қинамаңыздаршы деген әкеме бәрі күлген екен.
Әкем жоқта денемді көгертіп қояды. Соны әкеме айтсам, әжем жарықтық жоққа шығарып, немене, маған сенбей отырмысың? Балалармен ойнап, бір-бірін шымшығанда, енді баланың ортасына түсуің қалып еді. Келіндерден ұялсаң нетті? Әжем осылай үнемі сытылып кетеді. Мейлі, әжемнің шымшып ұрғанына үйрендім-ау. Анасыз өмірге үйрену қиын болды. Қиналатыным, мектеп кезінде іс-шара болса, менің көзім мөлтілдеп, менің де анам болса екен деп қатты армандап тілейтінмін. Әкем байғұс қалмауға тырысады, бірақ кейде мал жоғалып, 2-3 күн үйге келмейді. Сондай сәтте келе алмайды. Жеңгелерімді әжем жібермейді. Арасында сүт анам болған жеңгем әжеме сылтау айтып келеді. Ата-әжемнің үйінде 4 түлік өте көп болды. Әжем бастық келіндерін бір сәт демалдырмайды. Бір келін айдалада, яғни жайлауда мал бағады. 2 келін үйде сүт сатып, көптеген құрт жасап, май шайқап, сармай сатады. Сондай тіршіліктен қолдары босамайды. Менен басқа балалардың іс-шарасына әжем өзі барады. Күндерде зулап өтіп жатты. Әкем менен ақшасын аямады. Қолыма үнемі ақша беріп қояды. Қалаған киімді де киемін. Әкем үйге келмей қалса, іштей мұңайып, әкемнің үйге киетін киімдерін құшақтап, иіскеп жатушы едім. Негізі, әкем екеуміз құшақтасып ұйықтайтынбыз. 6 сыныпқа аяқ басқан сәтім, бірде әкем мені еркелетіп, маңдайымнан сүйіп, «Аконай, енді сен үлкен қыз болдың. Үлкен қыздар әкесінің қасына жатуға болмайды, ұят болады. Ана бөлмедегі қыздардың қасына ертеңнен бастап жатасың е» деп барынша еркелетіп түсіндіріп жатыр. Ал менің әлі де балалығым қалмаған. Мені енді жақсы көрмейсің ба? Басқа қыз тауып алайын деп жүрсің ба? Деп жылап жатырмын. Бір аптадай әкемнің қасынан кеткім келмей, әзер қыздардың бөлмесіне жаттым. Іште әжемді жек көріп жүрмін. Бәріне кінәлі әжем. Сол айтқасын мені қасынан қуған. Әйтпесе әкемді білемін ғой. Менсіз қалай ұйықтайды? Деген сондай пасық ойлармен жүрдім. Кейін түсініп жатырмын ғой әкемді. Қыз болып бойжеткен соң, қасымда бірге жатуға әкелік намысы жібермегенін. 9 сынып бітірген соң әкемнің миын аштым. Қалаға шығып, оқығым келді. Шыны керек, мектепті үздік оқымадым. Десе де әкемнің арқасында платный оқуға түстім. Әкем тек мен үшін өмір сүргендей, ақылында барынша сабырмен түсіндіріп айтатын. Сонда ер адамды анам қалаша тастап кетті екен. 9 сынып бітіріп үлкен қалада колледжге түскен мені әжем одан әрі жек көрді. Сол үшін біраз ұрысты. Әкем әжеме еш жауап бермей, өзінің осы уақытқа дейін жиған малдарын сатып, мен оқитын қаладан шағын 1 бөлмелік пәтер сатып алды. Менің кесірімнен әжем әкемді көрмей кетті. Солай әкем екеуміздің қалада жаңа өміріміз басталды. Әкем мені колледжге шығарып салып күтіп алатын. Сол ісіне мен ұялып, әкеме ашуланамын. Байғұс әкем мені ештеңеге ұрынбаса екен деп тілейді ғой. Сол бір күндерді кері қайтарсам, әкемді еш ренжітпейтін едім. Әттең. Мені көзінен таса қылмайын деп, соңғы жылқысын сатып, мен оқитын колледжге пара беріп күзетші болды. Мен онысына одан сайын жыным келіп, өзімше әкеммен сөйлеспей жүрдім. Әкем еркелетіп әйтеуір қырсықтығымды жазып алады. Жұмыстан шаршап келсе де, маған тамақ дайындап жүретін әкешім-ай. Ал мен әкем үшін ештеңе істей алмадым. Сол үшін іштей күйініп барамын. Мені ешкімнен кем қылмай өсірді. Бар өмірім маған арнады. Ең болмаса, мені қыз емес, еркек қылып туғанда ғой. Әкемді қолыма алып бағар едім. Оқудың 1 семестріне жетпей жатып, желкілдеп жігітпен жүре бастадым. Группадағы бірге оқитын жігіт жансерікті өлердей сүйіп қалдым. Сондай сымбатты әрі ауқатты отбасынан шыққан. Әкемнен жасырынып жүріп, ол жігітпен кездесіп, оқуымның 1 семестріне де жетпей келін болып үлгердім.
Жансерік үйдің жалғыз ұлы. Әке-шешесі айтқанынан шықпайды. Мені жақтырмайтынын табалдырақ аттап отбасым жайлы сұрағанда тек әкемнің барын ғана айтып едім. Онан қалды балалығым болар, анамның мені тастап байға тиген айтқаным тағы бар. Енем менен ат тонын ала қашты. Ұлына қабақ шытқан анасы: сен бала есің дұрыс па? Анадан тәрбие көрмеген қызды қалай әйел қылмақшысың? Бұл да ертең анасы сияқты абыройды айрандай қылып тастап кетпейтініне кім кепіл? Құрт көзін, әкелген жеріңе қайта апар деп айғай салды. Жансерік анасына қарсы шығып әзер көндірді. Екеуміз де тым жаспыз. Ғашықтық сезімнен көздеріміз ештеңені көрмейді. Енді бәрі басылды дегенде менің отбасы құруыма қарсы әкем келді. Байғұс әкем барынша маған түсіндіріп жатыр. Мен ешкімді тыңдамай қалатынымды айтқанда әкем ашудан шыдамай қолымнан сүйреп алып кетпек болды. Ал мен бір сәттік ашуға беріліп: тарт қолыңды, мен сенің тіпті қызың емеспін де, жібер қолымды, өгей әкем екеніңді ұмытып қалдың ба деп елдің көзінше сонша бақырдым. Әкем болса көздері жасқа толып, аяқ-қолынан жан кеткендей тұрып қалды. Сол бір сезімді естіген әкемнің жай-күйін айтып жеткізу мүмкін емес еді. 16 жыл бойы еркелетіп, ешкімге жәутеңдетпей өсірген мені бір сәтте-ақ тастап кетті. Әрине оған себеп өзім. Сол күннен соң әкем менен байланысын үзді. Нақтысын айтқанда, мен әкемді іздеп барып кешірім сұрамадым. Арада 15 жыл өтті. Келін емес, үйдің күңі болдым. Ене мені әбден басып тастаған. Әйтеуір бала үшін өмір сүріп жатырмын. Кезінде күйеуім үшін өгей әкемді тастап кеткенім бекер болыпты. Үйдің жалғызы болған Жансерік қатын құмар. 6 баласы болса да өзін 18 жастағы жігіт сияқты ұстайды. Мен қазір 31 жастағы келіншек емес, 50 жастағы апа сияқтымын. Өгей әкемнің қадірін түсінгенімен не пайда, бәрі кеш. Бірде телефоныма таныс емес нөмір хабарласты. Көтерсем әйел адам, даусы таныс сияқты. Сөйтсем, сүт анам болған жеңгем екен. Менің нөмірімді әзер қызметтегі танысы арқылы тауыпты. Олар менде араласпай кетіп едім. Сүт анам болған жеңгем: алло, Аконай, сенбісің? Мен Сәбира жеңгеммін. Таныдың ба мені, қызым? Ай жеңгем, мені әлі де Аконай деп еркелеуді қоймапты. Мені тек әкемен жеңгем ғана осылай еркелетіп атаушы еді. Шын есімім Ақынгүл. Я, жеңеше, таныдым. Әрі қарай сөйлеуге шамам келмей жылап жібердім. Сағыныппын. Мені осылай атайтыны балалық кезді қатты сағыныппын. Жеңгем сәл үнсіз тұрып: Аконай, әкең өте ауыр халде жатыр. Егер мүмкіндік болса, келіп кетсең. Әкемнің ауыр халде екенін естіп тағы солқылдап жылай кеттім. Мейірімді жеңгем менің бар жол пұлымды Каспийден салып жіберді. Мен тұрмысқа шыққан соң әкем бұл қаладан кеткен еді. Сол ауылдан 1 сағаттық жерде шағын кентте әжемнің айқайымен баласы бар әйелмен бас қосыпты. Сол кентте тұрып жатыр екен. 2 ұлы мен өгей тағы ұлы бар. Әкемнің ауруханаға түсу себебі кіші ұлының жағдайы. Әкемнің алған екінші әйелі сондай салақ әрі балаға қарайтын адам емес екенін бір көргеннен-ақ түсіндім. Балаларына қарамағандықтан 5 жастағы ұлы көрші үйде салынып жатқан үйге өрт қойып өртеп жіберіпті. Қасында тағы 3 оқитын ағасы бар. Бұл жағдайды көршілері елеусіз қалдырмай шағым түсіріп 5 жастағы балаға 10 миллион штраф салыпты. Әкем ашуланып көлікпен ауылға қарай жолға шыққан екен. Туған туыстардан ақша сұрауға. Алайда байғұс әкеме Алла тағы бір сынақ дайындап қойыпты. Жолда абайсызда көлікпен бағанаға соғылып, қабырға сүйектері сынып, өкпесіне кірген екен. Енді міне ауруханада
есін жимай жатыр. Сол үшін маған хабар берді. Жеңгем хабар бермегенде әкеме келмеуші едім. Әкемді қатты сағынғанымды ешкім түсінбес сірә. Алғаш рет әкем үшін енемен күйеумен қырылып әзер келдім. Енді әкемді жалғыз қалдырмаймын. Ең қиналатын кезім әкемді еш уақытта бағалай алмағаным жаныма қатты батады. Қанша ай өтіп жатыр, әлі де әкем комадан тұрған емес. Күнде келіп кетіп жылап аламын. Өкінемін, жан дүнием өкінішке толы. Ең болмаса әкем көзін ашып бір рет болсын акунайым десе ғой, әттең.